Сәлеметсіздер ма, балалар? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы «Бүлдірген тере барғанда». Мұхтар Әуезов. Оқу мақсаттары: мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру. Шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, аппликация, фотосуреттер арқылы ұсыну. Бағалау критерийлері: мәтінді түсініп оқиды, мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды, әр бөлікке тақырып қояды, жоспар құрастырады. Балалар, суретте нені көріп тұрсыздар? Балалар, сіздер жаз мезгілінде орманға барып көрдіңіздер ме? Біз бүгін орманға саяхатқа шығамыз. Бізге бүгін қонжық қонаққа келіп отыр. Ендеше осы қонжықпен бірге өлең мазмұнына сәйкес қимылдар жасайық. Қорбаңдаған қонжық орманда келеді. Әнін айтып маймаңдап бүршіктер тереді. Саудыраған бүршіктер маңдайға тиеді. Ашуланған қонжық жерді кеп тиеді. Балалар, жұмбақты шешейік. Үлпершекке қан құйып, үріп талға байладым. Бұл не? Ол қайда өседі? Түсі қандай болады? Жұмбақтың шешуі бүлдірген. Дұрыс айтасыздар, балалар. Ендеше бүлдірген туралы не білеміз? Бүлдірген раушан гүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік, жидекті дақыл. Бүлдіргеннің Қазақстанда екі түрі: орман бүлдіргені, жасыл бүлдірген бар. Олар көбінесе таулы аудандарда, ормандардың ашық беткейлерінде және өзендердің бойында өседі. Бүлдіргеннің биіктігі 5-25 см. Бұтақталған сабағы ұзарған жер асты өркенін құрайды. Жемісі жидек. Түсі қызыл, қызғылт шырынды. Мамырда гүлдеп, маусымда жеміс береді. Бұтағы арқылы көбейеді. Бүлдіргендер бал шырынды және дәрілі өсімдіктер. Жемісі дәмді, хош иісті. Құрамында А, В1, В2, В9 витаминдері, фосфор, темір, кальций және тағы басқа пайдалы заттар болады. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов кім? Мұхтар Әуезов туралы не білеміз? Балаларға арналған қандай шығармаларын білесіздер? Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама, ғалым. Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор. Мұхтар Әуезовтің өмір жолы мен шығармашылығы туралы бейнероликке назар аударайық. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келіп, 1961 жылы 22 маусымда Мәскеуде қайтыс болады.
Үйге Алматы қаласында жерленген. Мұхтар атасы өзбен әжесі Дінасылдың тәрбиесінде өскен. Ауыл мектебінен сауатын ашқан Мұхтар 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хажет медресесінде, кейін орыс мектебінің дайындық курсында оқиды. 1910-1915 жылдары Семейдегі 5 сыныптық орыс қазына училищесінде оқиды. Оның соңғы жылында Даулатты алғашқы шығармасын жазады. Ол жылы Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1919 жылы бітіреді. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз жаза» дастанының негізінде еңлік кебек пьесасын жазып, 1917 жылы маусым айында Ойлық деген жерде сахнаға шығарады. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне тыңдаушы болып оқуға түсіп, онда Шолпан және Сана журналдарында жұмыс істейді. 1923 жылы Ленинград мемлекеттік университетіне, 1928 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына түсіп, білімін жалғастырады. 1932 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ педагогикалық институты, Қазақ мемлекеттік университеті, Мәскеу мемлекеттік университеті сияқты ірі жоғары оқу орындарында ұстаздық қызмет ете жүріп, әдеби және ғылыми шығармашылық жұмыстармен қатар айналысады. Әуезов жазушы Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай журналын шығаруға қатысады. Жазушының Қорғансыздың күні, қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, кінәмшіл бойжеткен, қаралы сұлу, тағы басқа әңгімелері, Қараш-Қараш оқиғасы повесі, қилы заман романы мен әлем әдебиетінің озық үлгісіне айналған Абай жолы роман эпопеясы, Хан кеме, Тың сағатта, Намыс гвардиясы, тағы басқа пьесалар бар. Қазақ жазушылар арасында әлем халықтары тілінде ең көп басылым көргенді, танымалы да Мұхтар Әуезов шығармалары. Жазушы 1949 жылы Абай романы үшін бірінші дәрежелі Сталиндік сыйлықпен, 1956 жылы Еңбек Қызыл ту орденімен, 1957 жылы Ленин орденімен марапатталған. Бүгінгі сабағымызда бір топ балалардың бүлдірген шеруге барғандығы қызықты сәттері туралы оқып танысамыз. Мәтінді мұқият тыңдайық. Бүлдірген тере барғанда. Бала атаулының жаз болады десе, ерекше сағынатынын бүлдірген. Пісті ме, жоқ па? Бүлдірген дегенде Абай да елең етіп сұрастыра бастап еді. Тәкежан жаңа ат үстінде жүріп естіпті. Бақанаспен қатар ағатын Жәнібек суы бар. Соның Шыңғыс тауына қараған бас жағында бүлдірген тұнып тұр дейді. Тәкежан осыны айтқанда жаңағы көп бала жүр, ендеше барайық, барып теріп қайтайық, жүріңдер, ал ат ұстаңдар. Иә, сәт, бүлдірген деп шуласты. Бүлдірген исі аңқыған, көк майса шалғанда жасыл беткейде балалар жеміс теріп жатқалы көп болды. Аттарын тұсап тастаған балалар бүлдіргеннің қызығына әлі қанған жоқ. Алғаш кеп түскен бір беттен жылжымаса да, сол алаңның өзінің жемісін де мойыта алған жоқ. Жегеннен асқандарын тақия, дорба, қалталарға да сықа жатыр. Мұхтар Әуезов. Бұл мәтін балалар Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясынан үзінді. Сөздік жұмысы. Жаңа мәтінде кездескен мойыта деген сөздің мағынасы тауса, сықап, толтырып деген мағынаны білдіреді.
Тапсырма. Балалар, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Балалар, бүлдіргеннің көп өсетін жерінен кімнен естіді? Балалар, бүлдірген теруге қалай әзірленді? Бүлдіргеннің піскені туралы хабар балаларда қандай көңіл-күй туғызды? Олардың сөздерін мәтіннен тауып, мәнерлеп оқыңыздар. Балалар, мәтінді бөлікке бөлейік. Бөлімге ат қояйық. Мәтінді екі бөлімге бөлдік. Бірінші бөлім. Бүлдірген теруге дайындық. Екінші бөлім. Бүлдіргеннің қызығы. Әрқайсымыз бүгінгі сабағымызға жылу сыйлаған, сәттілік тілеген күн бейнесіне бүгінгі сабақта қандай жетістікке жеттің, қандай мағлұмат алдың, сол туралы қысқаша айтып шығайық. Мұхтар Әуезовтің өмір жолы туралы мағлұмат алдық. Мәтінмен жұмыс жасадық. Мәтінді екі бөлімге бөліп, бөлімдерге ат қойдық. Бүлдірген туралы білдік. Жазғы табиғат туралы әңгімеледік. Үйге тапсырма. Бүлдірген тере барғанда мәтінін оқу. 115 беттегі 6-шы тапсырманы орындау. Мәтін мазмұны бойынша сурет, аппликация жасау.